есін жимай жатыр. есін жимай жатып, наркоздың астында жатып, оның енді өзін көзін ашпай дұрыс қайда болғанын түсінбей, оның әңгімесі мен жұмыстан қаламын, жұмысқа бару керекпін деп дейді. Сонда мен өзім таңғалғанымда, мысалға мен бұл іскерлік па, әлде пиар ма? Бұл іскерлік деп ойлайсыз ба, әлде? Сізді наркоз... Мен сізге былай сұрақ қойшы, кешірім сұраймын. Кешірім сұраймын. Сіз менен сұрақ қойдыңыз. Мен сізді наркоздың астына жатқызып, пиарды ойлайтын жағдайға менің ойымша адам жоқ. Бұл жерде ешқандай пиар жоқ. Ол жерде жарақат алған кісі айтып жатқан жоқ қой, сіздер айтып жатсыздар ғой, партияның мүшелері. Кім көрген оны? Нақты қандай дәлел? Бұл менің сөзім, сіз өзіңіз сенсеңіз сеніңіз, сенбесеңіз сенбеңіз. Жақсы, қазір әлеуметтік желіде жазылып жатыр, енді Берденовке жасалған қастандықтан кейін енді барлық әкімдік бәрі қорғауға алынады, күзет күшейеді дейді. Енді сонда біз әр шенеунікке бір күзет қойып қоюымыз керек пе деген пікірде тұрып жатыр. Ондай жағдай орын алуы мүмкін бе? Жоқ, менің ойымша ондай шаралар болмайды, және ондай шаралар артық. Менің естуімше, білуімше, ол адам сау емес, арақ ішіп, сондай бір неде жағдай, бір 2-3 күн бойы арақ ішіп, солай барған деген. Мастан күйде болған ба? Нақты сол жерде мас болғанын мен білмеймін, бірақ бірнеше күн арақ ішіп, солай барған.